Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздерменен өте дәмді, өте жұмсақ сыр қосылған нан дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, төмендегі подписаться кнопкасын басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ең алдымен 200 грамм ұнымызды ыдысымызға салып, үстінен тоз салып, сүтімізді құйып, сәл қатты еткен күйде аламыз. 10 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Піскен картошкамызды бір ыдысқа салып, жақсылап езіп, үстінен 2 ас қасық майонез қосып, жақсылап араластырамыз. Қамырымызды дөңгелек етіп жайып аламыз. Енді салмасын саламыз. Ең бірінші теркіден өткізген сырымызды, үстіне алдын ала дайындалған картошкамызды жақсылап жайып, үстінен тағы да сыр салып, қамырымызды біркелкі етіп бекітеміз. Табамызды отқа қойып, жақсылап қыздырып, үстіне май жағып, тестамызды саламыз және екі жағын осылай қызартып пісіріп аламыз. Тестамыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді, жұмсақ болады. Барлығыңызға ас болсын.